Мұсылмандарға қалай пайдалы боламыз? Мұсылмандарға пайдалы болу ол жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю екен. Ең бірінші орында пайдамыз сол екен. Бәлкім ақшалай пайда беруге шамаңыз жетпейді. Я? Бәлкім қызметпен пайдалы болуға шамаңыз жетпейді. Бірақ барлық адамның насихат етуге шамасы жетеді. Түсінікті ғой? Яғни, мақұл ол бұл дүниеде ешкімнен көмек көрмей, жоқшылықта өткен болуы мүмкін. Бірақ дінмен өту үшін көмектесіңізді жоқ дегенді. Тегі ақшалай көмектесе алмай жатсақ. Бір күні бір неге барып қалдым? Гарановға ма бір жерге бір шаруамен кірдім. 50-ден асқан әйел кісі алдынан шықты. Шашын сарыға бояған, бюролатқан, прическасы енді әдемі. Бұтында джинсы, үстінде рубашка, аяғында биік өкше. Мені көрді де бейтіп қарап шықты үстіне. Біз сразу сөйлеген сөзді, біздің қазақтың қыздары бұлай киінбеген деді. Үлкен кісі. Бұдан біраз жыл бұрын ғой, енді 5-6 жыл бұрын. Мен де спокойно тұрдым да. Жасы үлкен болған соң ашуланамайсың, ұрсамайсың, құрметсіздік көрсетуге болмайды. Қанша саған қарсы, дініңе қарсы шығып тұрса да, үлкенге құрметті ұмытпаңыздар. Бірақ ақиқат үлкенге де айтылады. Егер әдеппен жеткізе алсаңыз. Айттым, дедім, қазақтың әйелдері сіз құсапты, сіз деген жоқ, бұлай да киінбеген дедім. Біз 30 жыл, не дейді, 30 жыл деген жоқ, біз Совет өкіметі кезінде өмір сүрген адамдарымыз дейді. Тәуелсіздік алғалы 30 жыл болды дедім. 30 жыл болды, әлі Совет өкіметін айтып келеді. 30 жылда адам тәрбиеленеді ғой. 30 жылда барас жаман қылықты адам үйренеді ғой. Баланы 5 жасқа дейін негізі тәрбиелейсің, негізгі тәрбиесі да. Одан 15 жасқа дейін тағы да сіңдіресің, практикасына жүргізесің. Біраз кемшіліктермен жұмыс жасайсың. 30 жылда адам біраз жерге дейін өзгеруге мүмкіндігі бар да. Әулие болып кетуге болады. Мен профессор, доктор бір нәрсемін деді. Енді мақұл, енді сөз таластырып тұра берем ба енді. Соңғы сөзімді айттым да үндемей қоя салдым. Адамға оқыған өзіне де, дүниесіне де, ақыретіне де пайда бермеген оқудың керек жоқ. Сіздің оқығаныңыз сізге пайда беру керек. Халыққа пайда беру керек. Мақұл, халыққа пайдасын беріп атқан шығар профессорствасымен. Зиянын да беріп атыр. Зиянын да тигізіп атыр. Жастарға үлгі болып атыр. Тартитып киінген жақсырақ. Модаға мән беріңдер. Европаның модасы жақсырақ қазақтың киіміне қарағанда. Аузында қазақ дейді, ісінде қазақшылық жоқ.